Сіздерге бізде 3-ші параграфтың водовдық есептері 3-те 6 есепті шығарабыз. Бірінші, x үлкені пи бөлінген 12, ал кішісі пи бөлінген 18. Y синус 6x-ге тең, және де мына жерде абсцисса өсімен шектелген фигураны аударып табу қажет. Демек, y тең 0-ге. Сонда синус 6x азайтылған 0 дейміз. dx тең болады. Синус 6x-тің алғашқы функциясы бізде минус косинус 6x бөлінген 6 болады. Мұнда шектері пи бөлінген 12, пи бөлінген 18. Тең болады минус косинус. Мұнда 6 мен 12 қысқарады да пи бөлінген 2 болады. Минус косинус бөлімінде тағы да 6 бар. Косинус 6 мен 18 қысқарады, пи бөлінген 3 болады. Ал мұнда бөлімінде 6 бар. Косинус пи бөлінген 2-де пи бөлінген 2-де 0-ге тең, сонда бұл жер бәрі 0 болып кетеді. Плюс косинус пи бөлінген 3-де бәрі 2-де 1-ге тең, бөлімінде 6 бар. 2-де 1 көбейтілген 6-дан 1 тең болады 12-ден 1-ге. Келесі екіншісі. Пи бөлінген 12, мұнда пи бөлінген 24. Косинус 4x. 0-ді азайтсақ бізде бәрібірде косинус 4x шығады, сонда dx тең болады. Косинус 4x-тің алғашқы функциясы бізде синус 4x бөлінген 4. Мұнда шектер жазып қоямыз. Пи бөлінген 12, пи бөлінген 24. Тең болады. Синус 12 мен 4 қысқарады, пи бөлінген 3 болады, бөлінген 4. Азайтылған синус 4 мен 24 қысқарады, сонда пи бөлінген 6 болады, бөлімінде 4 бар. Тең болады. Синус пи бөлінген 3-те бізде бәді түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең, сонда бөлімінде 4 бар, түбірасты 3 бөлінген 8 болады. Синус пи бөлінген 6-да 2-де 1-ге тең, бөлімінде 4 бар, сонда 8-ден 1 болады. Мұнда тең болады екен, түбірасты 3 азайтылған 1 бөлімінде 8. 3-те 7-ші есеп. Бірінші, бізде бұда жерде 2y берілген, ал x біреу ғана берілген. Сондықтан y пен y-ті тегестіріп, яғни минус x куб пен 0-ді тегестіріп, біз x-тің 0-ге тең екенін анықтап аламыз. Енді 0, минус 3, минус x кубтан азайтамыз 0-ді. 0-ді азайтып жазбай қоюға да болады. dx тең болады. Минус x кубтың алғашқы функциясы минус x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4. Шегін жазып қоямыз. 0, минус 3. Тең болады. Бірінші 0-ді қойсақ 0 болады. Минус, алдында минус бар. Минус 3-тің 4 дәрежесі бөлінген 4. Тең болады. Минус 3-тің 4 дәрежесі бізде 81, бөлімінде 4 бар. Келесі, екіншісі. Мұнда да сол, минус 2x кубты тегестіреміз 0-ге, мұнда да x тең екен 0-ге. 0, минус 2, минус 2x-тің кубы dx тең болады. Минус 2x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4. 0, минус 2. 2 мен 4 қысқарады, сонда x-тің 4 дәрежесі бөлінген 2 қалады. Шектері 0 және минус 2. Тең 0, минус. Бізде 2-дің 4 дәрежесі 16 ғой. Бөлімінде 2.
Мұнда тең болады екен 8-ге. Келесі үшіншісі. Мұнда 1 минус x кубты тегестіреміз 0-ге. Мұнда x тең болады екен 1-ге. Енді мұнда 1 жоғарыға жазылады, 0 төменге жазылады. 1 минус x куб x тең болады. X минус x-тің 4 дәрежесі бөлікке 4. Мұнда шек 1 және 0. Тең болады. 1-ді қойсақ бірінші 1 минус 4-тен 1 болады. 0-ді қойсақ 0 болып кетеді. Мұнда бұл жерде 4-тен 5 болады екен. 4-тен 5 деп қой. 4-тен 3 болады. Келесі төртіншісі. Мұнда 2y берілген, ал x берілмеген. Демек, қазір біз екеуін тегестіргенде 2x шығатыны белгілі. X тең болады екен плюс минус 1-ге. 1-ді жоғары, минус 1-ді төмен жазамыз. 1 минус x квадратты x тең болады. X минус x куб бөліккен 3. 1 минус 1. 1 минус 1 бөліккен 3 азайтылған. Мына жерде минус 1 минус плюс 3-тен 1 болады. Тең 2 азайтылған 3-тен 2 болады. Бұл жерде 3-тен 4 болады екен. Келесі бесіншісі. Бұнда 2y берілген, x біреу ғана берілген. Демек, жоқ, бұл жерде x 2 беріліпті. 2-ді жоғары жазамыз, 0-ды төмен жазамыз. Минус x квадрат плюс 2x плюс 3 да x. Тең болады минус x куб бөліккен 3 азайтылған, қосылған x квадрат қосу 3x болады. 2, 0. Тең минус 3-тен 8 қосу 4 қосу 6. Минус 3-тен 8 қосылған 10. Маған 3-тен берем. Сонда 22 бөліккен 3 болады екен. 7,3-тен 1. Келесі алтыншысы. X 0 минус 1 минус x квадрат минус 2x плюс 2 dx тең болады минус x куб бөліккен 3 минус x квадрат плюс 2x. Шектері 0 мен минус 1. 0-ді қойсақ, бұл жерде барлығы 0 болып кетеді. Демек, минус 1-ді қойсақ, бұл жерде плюс 3-тен 1 болады. Минус 1, минус 2. Минус 3-тен 1 плюс 3 болады. Сонда жауабы 3-тен 8. Келесі жетіншісі. Он 6 бөліккен x квадратты тегестіреміз 2x-ге. 16 бөліккен x квадрат азайтылған 2x тең 0-ге. Мұнда x квадратта береміз. Сонда 16 бөліккен x квадрат минус 2x куб болады. Тең 0-ге. Бұл жерде 16 минус 2x куб тегестірсек 0-ге.
x тең болады екен 2-ге. Демек, мына жерде 4, мұнда 2 болады. 16 бөлікке x квадрат азайтылған 2x dx тең болады. 16 бөлікке x квадраттың бізде алғашқы функциясы минус 16 бөлікке x болады. Ал минус 2x-ті минус x квадрат болады. 4, 2 тең болады. Минус 16 бөлігі 4 бізде 4 болады. Ал 4-ті квадраты бізде 16 болады. Минус 16-ды біз 2-ге бөлсек 8 болады. Ал 2-ді квадраты 4. Минус 20 плюс 8 12 болады. Бұлай жерде 12 болады. Тең болады минус 8-ге. 3-те 8 жесек, бұда x тең 0-ге. Және x тең пи бөлікке 6-ға. Және y тең синус 6x-ге. Y тең 0 сызықтармен шекерге фигураның ауданы неге тең дейді. Пи бөлікке 6, 0. Синус 6x dx тең болады. Минус косинус 6x бөлікке 6. Шектері пи бөлікке 6, 0. Тең болады. Минус косинус 6 бен 6 қысқарып кетеді де пи болады. Бөлімінде 6 бар. Минус косинус 6 бен 0-ді көбейтсек 0 болады. Бөлімінде 6 бар. Тең. Косинус пиде мәні минус 1-ге тең. Сондықтан минус 1 бен минус көбейтіледі плюс болады. 6-дан 1. Мына жердегі минус пен мына жердегі минус плюс болады. Косинус 0-де мәні 1-ге тең. Ол да 6-дан 1 болады. Тең болады 6-дан 2-ге. Ол тең 3-тен 1-ге.